Ақмола облысында еліміздегі ең ірі құс фабрикасы іске қосылды. Өндіріс ошағы Макинск қаласының маңында, яғни Астананың азық-түлік белдеуінде орналасқан. Кәсіпорынның негізгі өнімі мұздатылған құс еті. Мұндағылар әзірге жылына 25 мың тонна ет өндіруге қауқарлы. Ал 2020 жылға қарай фабрика толық қуатта жұмыс істеуге көшкенде еліміздегі құс етіне деген сұранысты 15%-ға дейін қанағаттандырмақ жоспарда. Биыл өндіріс ошағында 800-ге жуық жергілікті тұрғын жұмыспен қамтылады. Ал фабрика толық қуатты өндіріске көшкенде 1000-нан астам адам екі қолға бір күрек табатын болады. Риат Шонди жалғастырады. Макинск құс фабрикасы ірі инвестициялық жоба. Кәсіпорында тұрғызуға 33,5 миллиард теңге қаржы жұмсалған. Бұл соманың 16,1 миллиард теңгесін индустрияландыру бағдарламасы аясында Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымы Қазақстанның даму банкі бөлген. Бұдан бөлек жобаға Қазына капитал менеджмент пен Айтас KZ компаниялар тобы да өз қаржысын жұмсаған. Құс фабрикасы 9 площадкада осы инкубатор, сосын 48 құс қорасы бар, өнімді дайындайтын фабрикасы бар. Енді 2020 жылы екінші кезегі басталады. Екінші кезегін қосқанда 2 есе үлкейеді. Әзірге кәсіпорынның бірінші кезеңі іске қосылды. Ол жылына 25 мың тонна ет өндіруге қауқарлы. 2020 жылға қарай екінші кезең іске қосылу нәтижесінде өндіріс ошағы Орталық Азиядағы ең ірі құс фабрикасына айналады. Ол кезде кәсіпорын жылына 50 мың тонна бройлер етін өндіретін қуатта болмақ. Біз кез келген жобаны қаржыландырар алдында бизнес ұсынысты жан-жақты сараптап қараймыз. Акционерлер мен басшылықты бағамдаймыз. Оған қоса сектордағы экономикалық нәтижелерін жалпы Қазақстан халқына әкелер пайдасын да назардан тыс қалдырмаймыз. Макинск құс фабрикасы мемлекеттік қаржының импортты алмастыру мен жаңа жұмыс орындарын ашу бағытында тиімді жұмсалып жатқандығының мысалы бола алады. Жалпы инкубаторға алғашқы жұмыртқа 6 қыркүйекте салынып, 21 күннен соң алғашқы балапандар шықты. Балапаны өсіріп, ет өңдейтін және жем дайындайтын цехтар жыл соңына дейін кезең-кезеңмен іске кіріседі. Біздің қор бұл жобаға 9 миллион ақш доллары көлемінде инвестиция құйды. Қаржыны 2023 жылға қарай белгілі бір өсіммен қайтарып аламыз. Айтас KZ компаниясын таңдаған себебіміз, бұл компания құс етін өндіруде еліміздің алдыңғы қатарда келеді. Қазірдің өзінде 5 миллионнан астам қазақстандықтарды сапалы құс етімен қамтамасыз етіп отыр. Құс фабрикасының негізгі өндіретін өнімі мұздатылған бройлер тауығының еті. Кәсіпорын тауардың 60%-ға жуығын Астана мен Қарағанды қалаларында саудаламақ. Өндіріс ошағы толық қуатта жұмыс істей бастағанда өнімді экспортқа да жөнелтпек ойда. 10-15%-ды сыртқа шығаруымыз мүмкін. Қазір жұмыстарды істеп жатырмыз. О жақ Ресейді қарап отырмыз. Басқадай ойымыз бар Өзбекстан жақ, Қырғызстан жақ. Кәсіпорын 2020 жылға қарай елдегі құс етіне деген сұраныста 15%-ға дейін қанағаттандыра алады. Сол уақытта Қазақстанға импортталатын тауық етінің көлемі 50%-дан 30%-ке дейін азаймақ. 90 ауыз сөзін тобықтай түйінін айтқанда, шамамен 2 жылдан соң отандық сапалы тауық етінен тарықпайтын боламыз. Риат Шони, Әлібек Жүніс, 7 күн.